Всем привет! Қазір біз Түркістан қаласынан Түркістан қаласынан дейін аэропортқа алып баратын такси жалдадық. Қазір біз Шымкент қаласындамыз. Осы жерде алып кетеді. Мен Шымкент қаласына жұмыс жасадым, және сол жерде соңғы жұмыстарымды атқарып, күніге 5 мың теңге төлем жасап, және Түркістанға такси ұстап, осылай аэропортқа келдік. Сіңілім Алматыдан қыдырып келген. Турция шлепками. 감사합니다. Әрістен бізге тігін машинаның асып кеткен бір салмағына 5 мың теңге сұраған болатын. Біз 30 килограммға дейін төлем жасаған болатынбыз, бірақ сол жерде қазақ кісіге өтініш айтып 5 мың теңгеге өткізіп алған болатынбыз. Және де тамақтанып алдық, регистрация өткеннен кейін осылай жақсы көңілмен ары қарай өттік. Турцияға вообще эмоция жоқ еді. Енді эмоция пайда болып жатыр. Бүгін мен блогермін. I'm from Kazakhstan. Merhaba. Подписывайтесь. Сан. Регистрация. Метроға барамыз. Жаңа тәтелер не аламыз ба? Біз киіміміз пижама деп Қайдан аламыз деп тұрсақ, мына жерде Фаяластан тағы басқа белгілер екен. Маркетинг бұл кәдімгідей самолеттан, ұшақтан түскеннен кейін уже осындай супермаркеттер сразу көзге түседі. Өте ыңғайлы екен. Өте дамыған мемлекет шын айтқанда. Метродан аэропорттан шыққаннан кейін тура солға қарай бұрыласыздар да? И былай қарай жүресіздер. Метроға қарай. Біз осылай лестницадан түскеннен кейін осылай тура жолмен өттік. Осымен айналып экскаваторға қарай бардық. Метро көрініп тұрады. Кез-келген адамнан сұрасаңыз болады. Және де карточка алып метроға қарай төлем жасап. Бізге мына кісі төлеп беріп жатыр. Біз қалай істерімізді білмей. Осы кісі метроға да карточка очередке тұрмай қойыңдар, жүріңдер деп. Benim de şeyim vardı. Tacikler, Kırgızlar, Özbekler benim yanımda işliyordu hazır. Benim ofisim vardı. Ben de iş kılıyordum. Özbeklere, Taciklere, Türkmenlere çok benim yanımda işlediler. Düşündün mü? Güzel. Benim oğlum. Benim oğlum bu da hanım, bu nişan. yapılıyor. Bak. Пополнение и что? Dediğini bana geri verin. Біз әрең кафе тауып келдік. Әрең дегенде қазір тамақтанып аламыз, Wi-Fi қостық. Енді жататын жерді іздейміз. Өйткені біз тапқан алдын ала брондаған жер, ол жер қаладан 3 сағаттық жол екен, біз оны білмейміз. Ал бізге ол кісі 1 сағаттық жол деді автобуспен, ал таксимен жарты сағаттық деп айтқан болатын. Енді сонымен қазір қараймыз. Тоқтап, сіне машинамен апарып тастайын деді. Тосы, іште басы. Ойбай, біздің түріміз.
Прикол. Сыймай тұрып қой. Біз прогулкаға шықтық, заттарымыз қойдық. Әрең дегенде өзімізге арнаған бір орын таптық, бірақ ол бір күнге, ертең тағы да қарастырып көреміз. Booking, Airbnb, тағы да басқа сайттардан, картадан, апскарттан қарап іздеп, өзіміздің типаж, минимализм, сондай бір квартиралардың қарап көруге тырысамыз. Бүгін бір өте қызық жағдай болды. Тек қана чемоданмен араладық. Қазір чемоданымызды тастап отельге. Енді чайлатып шықтық. Түркше тілді 3 ай жүрсең, тез үйрене алады екенсің, екеуің болсаң. Не күле бересің? Вообще, бізге осылай нәрсе алып кетті бізге. Не екен түсінбей жатып, ортасына салып жегізіп әдесің. Evet деп кетіп қалды. Не болады? Түсінбедік, за счет заведения. Тамақ келген екен, біз тамаққа дұрыс заказ беріппіз. Бұл насчет заведения екен. Соның нәшейіз айтыпты. Қайтам сөттік. Бір көкемі аға келіп. Uzbekistan. Казахстан. Казахстан. А вы? Benim Kazakistan arkadaşlarım var. Var? No Turkish. Aslında мысыққа кеткен полный автобус, трамвай тоқтатып. Қазақтарды қырқат, қай жаққа бара жатырсыздар? Лондонға кетіп бара жатырмыз поездом. 3 күн Турцияда демалуға келдік. Одан ары қарай кетеміз. Қазақстан forever. Қазақстан жалпы сәлем. Жақсы. Сәттілік жылдарыңыз. Осы мешітке очередь бар жақтан басталады. Біз қазір мына жерге келіп қосыламыз. Әлі күтпей кетіп қаламыз ба деп ұзақ кеш бататын сияқты кіремейді. TL'li 75 TL 1,5 saat efendim 75 lira 1,5 saat. Nerede oturup cesalımız var tamam.
жөөге келдік. Ерін помадан жеп қоя беремші. Ал. Дефактіден киім көрдік, бірақ таппадық. Енді көшеден қараймыз базарлардан. Сонымен тапсақ, сөйтіп арға үйге қайтамыз. Бүгін қатты шаршадық. 12 сағат далада жүрміз. Оли екеуміз екі пиджактан алып алдық, бір пиджактан. Еще бәріне сәлем. Қазір бізде кеш болды. Кеште кофе ішеміз. Бүгін целый день ұйықтадық. Өйткені 2 күн бойы квартира іздедік, ауыстырдық, ұнамады. 3-ші күн целый день қыдырдық. 4-ші күн демалдық. Енді ертең тағы қыдырамыз. Бұйырса. Біз бүгін ерте тұрып қыдыруға шықтық. Қазір автобуспен метроға отыратын боламыз. 2 пересадка бізде. Егерде осы Башняға баратын болсақ, 3 пересадкамен барамыз. Өйткені Стамбулдың Местен қаласындамыз, осы районында. Қызықты сәттермен бөлісетін боламыз. Міндетті түрде кетіңіз. Hiçbir tabip bulamaz buna çare. Korelisiz. Казак, Китай? Bro. Казак? Да вы что? Arabistan'da doğdu. Güzel. Çok aç mısın? Biz degan ket barar жатыр. Қатқалдың ала суық. Вот. На кип, но кип. Жоқ, дәрмен. Біз ютубқа саламыз. Мен былай ғой тапмаймын. Қайда барыстан құдай білсін, бір травмаға отырып алдық. Жер асты. Бүгін Стамбулда бірінші күн ашық болатыр. Күніге жаңбыр, күніге бұлтты. Үйде жатасың, ары-бері шыққың келмейді. Сондай болып тұр. Еще біз жұқа киім алып шыққан едік. Енді бүгін продукт алып, қазір үйде тамақ жасаймыз. Күніге үйде тамақ жасап жеп жатырық. Тек завтракты ғана даладан ішетіміз. Сол.
эгер Стамбул каласынан баратын болсаңыз, эң таанымал район Ускодар мен және Бешикташ районун таңдауга кеңес берем, өйткені ол жерде жастар тұрады, және де современный түрк халқының жастары, студенттер өте көп. Мысалы, біз Бешикташ осы жерде тұрамыз, бұл жерде енді қарап тұрсаңыздар, кафелер, клубтар өте көп. Негізі біз клубқа мүлдем барған жоқпыз, тек кафелерге бардық, және де осылай Ускодар Азия районына қарай шыққан болатынбыз. Кеменің бағасы 210-250 теңге аралығында болу керек, және де тағамдарын айтсаңызшы. Почти 30 минут. O araba işte bak İstanbul'a geliyorum. Vay. Biz қазір күннің батуын күтіп отырмыз. Чуть жемқазға землю. Biz bugün осы зданияны биіктен көру үшін 1,5 сағат жол жүріп келдік. Алматыда Көктөбе сияқты биіктен толықтай Стамбулда қарап шыға аласың. Жай төмен түсіп келе жатырмыз. Қызықты сәттерді видеоларды салып отырам. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Жақсы. Пока-пока. Бар жоғы оған 400-800 теңге кетті жолға. 2 пересадка болды. Бакштиш микрорайонынан. Метро, потом қайық. Солай қайтамыз. Su. Bir fincan daha su. Böyle koyduk. Bu işlem tamam. Ondan sonra karıştırıyorsun. Sakın, şeker. Karıştırıyorsun. Türk kahvesi. Türk kahvesi.